Қайырлы таң оқушылар. Әдебиеттік оқу пәнін бастаймыз. Бүгін біз ертегімен танысатын боламыз. Оқушылар, ертегінің неше түрі бар деп ойлайсыңдар? Еске түсірейікші. Ертегінің 3 түрі бар екен. Қиял-ғажайып ертегілері, хайуанаттар туралы ертегілер, тұрмыс салт ертегілері. Балалар, бүгін біз құмырсқаның қанағаты деген ертегімен танысатын боламыз. Оқушылар, кітаптың 15-ші бетін ашып дайындалайық. Сендерге кішігірім түсінік беріп кетейін. Оқушылар, ол үшін мені мұқият тыңдай қойыңдар. Ертеде бір ғұлама ғалым болыпты. Ол барлық халықтың, жан-жануардың, жәндіктің, өсімдіктің тілін түгел біледі екен. Бір күні ғұлама ғалым бақтың ішіне келе жатып, құмырсқаның илеуіне тап болады. Ол бір құмырсқаны ұстап алып, «Сенің белің неге жіңішке?» деп сұрайды. «Қомағай емеспін» деп жауап берді құмырсқа. «Егер саған бидайдың бір дәнін берсем, қаншаға жеткізер едің?» деп сұрайды ғұлама. «1 жылға жеткіземін» депті құмырсқа. Ғұлама құмырсқаны сауытқа салып, қасына бидайдың бір дәнін қояды. 1 жыл өткен соң сауытты ашып қараса, құмырсқа бір қырынан бүк түсіп, қимылсыз жатыр екен. Қасында бидай дәнінің жартысы қалыпты. Әрі-беріден кейін құмырсқа қимылдап ояна бастапты. «1 дән маған 1 жылға жетем деп едің, жарты дәнді жепсің ғой» деп ғұлама ғалым аң-таң болып сұрайды. «Иә, 1 дән маған 1 жылға жетеді. 1 дәнді мен 1 жылда жеп қойсам, егерде менің халім қазіргіден де жақсы болар еді. Бірақ сен мені сауыттан шығаруды ұмытып кетсең, мен аштан өлер едім. Сол себепті жартысын қанағат тұттым» деп жауап беріпті құмырсқа. Ғұлама ғалым құмырсқаның шыдамдылығына, қанағатына аң-таң болыпты. Құмырсқаның бұл қасиетін өзіне үлгі алып алыпты. Оқушылар, сендерге тапсырма. Осы құмырсқаның қанағаты деген тақырыпты мазмұндап, түсінгендеріңді айтып бере қойыңдар. Өздеріңнен кері байланыс күтемін.